Тіл достықтың кілті. Бірліктің бастауы, ұлттың жаны әрі ары. Ана тіліміз қазақ тілі. Тәуелсіздік алғалы бері қазақ елінде тұратын барлық ұлт өкілдеріне ортақ қарым-қатынас құралы. Өйткені ол Конституциямызда мемлекеттік тіл болып бекітілген. Сол себепті өзге ұлттар өздерінің ана тілінде еркін сөйлеп, жазумен бірге мемлекеттік тілді де толық игеруі міндетті. Осыны ескерген біздің аймағымызда тұратын басқа ұлт өкілдері қазақ тілін жітік меңгеруге бір кісідей атсалысып келеді. В нашем городе ежегодно ко Дню языков проводится ряд мероприятий. Біздің қаламызда жыл сайын дәстүрлі түрде тілдер мерекесіне орай түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады. Ол қала бойынша барлық білім ордаларына да өтеді. Ал бүгін біз қазақ тілін тілдер мерекесіне орай ұйымдастырып отырған тіл ел байлығы атты үлкен фестивальдің куәгері боламыз. Тілсіз ел қанатсыз құсқа тең демекші. Біздің ата заңымызға сай мемлекеттік тіліміз бар. Аталмыш мереке осы қасиетті тілімізді болашақ жастар ұмытпас үшін, оның қадірін түсіну мақсатында ұйымдастырылады. Сол себепті бізде осындай мағынасы терең мерекеге түрлі ашық сабақтар мен диктанттық жұмыстар жүргізу арқылы өз үлесімізді қосып отырамыз. Тілдер мерекесіне орай қаламызда өткен мерекелік шарада орыс халқы мен казак өкілдері де ана тілдерінің болмысымен таныстырып, мемлекеттік тіл бірлік кепілі екендігін дәлелдеді. Тілдің өркендеуі баршаның ісі. Осыған орай қаламызда өткен мерекенің де басты мақсаты мемлекеттік тілге құрметпен қарауды қалыптастыру, тіл мәдениетінің деңгейін және мемлекеттік тілді қолданудың мәртебесін арттыру. 2017 жылғы шыққан шешіммен Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 5 қыркүйек. Осы күнді осы жылдан бастап тілдер күні мерекесі етіп атап өту биылдан басталып отыр. Осы 5 қыркүйекке арналған тілдер күні, Теміртау қаласындағы тілдер күнінің мерекеленуі бүгінгі іс-шара. Жалпы мақсаты барлығымыз білеміз, осы біздің республикамызда 130-дан аса ұлт өкілдері тұрады дейміз. Сол әрбір ұлт өкілінің Қазақстан Республикасының заңнамасына байланысты өз тілін білуіне, үйренуіне құқылы. Сондықтан осы мереке сол халықтардың тілін тағы да бір рет мерекелеу, паш ету. Туған тілдің абыройын асқақтату әрбір адамзаттың абзал борышы. Біздің барша ұлттық келбетіміз бен болмысымызды, салт санамыз бен дінімізді осы ұлттық мәдениет пен тілімізде жатыр. Тәуелсіз елдің елдігі жас ұрпағын парасатты да білімді, іскер де қабілетті, отансүйгіш те ұлтжанды тұлға етіп қалыптастыруда мемлекеттік тілдің атқаратын қызметі орасан зор. Осындай іс-шаралардың арқасында біз әрбір халықтың бір-бірімен достығы нығая түседі. Осы қасымызда жүрген халықтың басқа ұлттың тілін үйренуге қызығушылық артады. Бұл жерде тек қана тілдер мерекесі болғанымен, бұл жерде әр халық өзінің шығармашылықта өнерлерін көрсетеді. Одан басқа салт дәстүрлерінен көреміз көріністер. Сондықтан бұның бәрі жалпы жастарға да сондай маңызы зор деп ойлаймын. Тіл ұмытылса, адам да, ұлт та, экономика да, қоғам да түзелмейді. Мемлекеттің де, ұлттың да болашағы күңгірттене береді. Өйткені тіл адамзат қоғамда әрбір адамның өмір сүруінің рухани өзегі, өмір сүру формасы. Тілі қандай болса, қоғам да сондай. Ұлттық тілге, сол тілге жасалған руханиятқа, рухани құндылықтарға, ұлттық патриотизмге арқа сүйеген ұлттың, мемлекеттің ғана мерейі үстем. Пользуясь моментом, хочу поздравить граждан города Темиртау. Осы сәтті пайдалана отырып, барша қазақстандықтарды тілдер мерекесімен құттықтағым келеді. Қазақ елінің отбасыларына амандық, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Қазақстанымыз гүлденіп, көркейе берсін. Ұлттық мәдениеттің гүлденуі мен адамдардың тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің болашағы, ана тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюімен тығыз байланысты. Сондықтан туған тілге деген сүйіспеншілік бала кезіңнен басталуы тиіс. Айналаңды танып білу туған тіліңді білуден басталады.